Сәлем достар! Кейбір адамдар Гиннес рекордтар кітабына ену үшін тіпті өзінің өмірін беруге дайын болады. Біз бүгін сіздерге Гиннес рекордтар кітабындағы сұмдық әрі біртүрлі рекордтарды көрсететін боламыз. Достар, видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал біз видеомызды бастай берейік. Мына адам өзінің тілімен 30 желдеткішті тоқтатып шықты. Негізінде мұндай жағдайда тіл кесіліп кетуі әбден мүмкін. Ал мына смарт автокөлігіне 20 адам сыйды. Дәл осылай олар Гиннес рекордына енді. Бұл рекорд Қытайдың Шанхай қаласында орын алды. Бұл жерде бір уақытта 3000-ға жуық дрон ұшырылған болатын. Және осындай керемет көрініс табылды. Брайан Бергам есімді мына адам 200.000-ға жуық карталардан осындай үлкен үй соқты. Бұл әйел аузының үлкендігі бойынша Гиннес рекордтар кітабына енді. Бұл бүтінде бір бургерді бір рет қана тістеп жей алады. Мына адамда аузының үлкендігі бойынша Гиннес рекордтар кітабына енген болатын. Бірақ бұның аузының үлкендігі бағанағы адамнан сәл болсын үлкенірек. Ал мына адам судың астында 6 рет штанга көтеріп, Гиннес рекордтар кітабына енді. Ал мына әйел 3 минуттың ішінде 2 килограмм майонезді жеп қойды. Зилан Кларк есімді мына адам аяғы жоқ болса да чемпион атанғысы келеді. Ол 20 метрді қолмен 5 секундтың ішінде жүгіріп шығады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егерде сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.